Ой, бұрмай осымен шыққанда ешкім қол соқпай қояма деп қорқып шығып солай болды. Қол соқпайыңыздар ағайындар. Тойға келгендей боп басылайықшы деп жатырмыз кішкене көңіл күйменен. Қайырлы күн ханымдар менен мырзалар, жақсылар менен жайсаңдар. Бүгінгі кереметтей кешімізге жиналған алтын асықтай ағайын. Той думанға ел қашық, далам қашық, келдім ғой содан кейін қадам басып, ежелгі бабалардың салдыменен алайынша ағайындар амандасып. Алла деп азан айтам баралапқа, ол өдім беріп болған аманатқа, көмейімнен жыр төгіп мен де бүгін асып-тасып қайтайын қанағатқа. Bir жан менен абайдың ізі қалған, қазақтың ұл-қыздары саламат па, амандасып алайын баршаңызбен, жал біткендей болмасын жаманатқа. Ассалаумағалейкум сәлем бердім бүгінгі тойға келген жамағатқа деп баршаңызға бөліп басып сәлем берді ағайындар. Біз енді мынау бүгінгі тойымыздың кітаптың бірінші бетін ашқандай қылып, кіріспесіне кірісетін болсақ, тақырыбын тілімізге тиек ететін болсақ, бүгін міне баршаларыңыз бірлікті бір аданың баласындай, бес саусақтың саласындай, шаңырағы аталы, дастарханы баталы, қонағын төрге қойған, қанатын кеңге жайған, қуатты күйлі оңтүстік өңіріне сыйлы болған, атасы абызға, анасы аңызға айналған, отының басындағы, ошағының қасындағы құтты қуанышқа, дүбірлі кешімізге қош келдіңіздер дейміз ағайындар. Әрине бүгінгі тойымызға себеп өздеріңізді осындай керемет көңіл күйге бөлеп, Құдай бергендей ұлдарыңызбенен сымбаттай қыздарыңыз бір-біріменен жүректері үндесіп, махаббаттары тілдесіп, үй ішінен үй тігіп отау құрып жатыр ағайын. Қазақ айтады, 90 тойдың тобықтай түйіні үйлену деген. Әрине ол сүннет, үй болу міндет, үй болып жатқан жастарды құттықтау құрмет. Ал осылай ұланасыр құдалық той жасап жүрмек, еш жердің заңына жазылмаған қазақи дүрмек деген әлеумет. Олай болса дүрмегіміз дүбірлі, Құдай берген мен сымбаттың құрып жатырған шаңырағы тұғырлы, махаббаттары ғұмырлы болсын десеңіздер, пейілдеріңізді асыл етіп, пенделік кейбір ойларды басып етіп, махаббатты жастарымыздың құрмет үшін шапалақтарыңызды қаттырек соғыңыздар шашу етіп ағайындар. Жастар бақытты болсын. Мен секілді бір жастау жігіт сұраған екен, ата соғыста батыр болу үшін не істеу керек деп атамыз айтқан екен. Шырағым көп шошаңдай бермей, окоптан жату керек деп. Сол секілді бізден көп шошаңдамайық, өздеріңізбенен сәлемдесіп жатырмыз, әрине жүздесіп жатырмыз. Ал енді мынау құрметті көпшілік, атам қазақ айтады, бір көрген білес, екі көрген таныс, үшінші көргенде құда-құдағи болып төс қағысып табыс дейді. Құрметті келіп жатырған қылау түспеген жаңа құда-құдағилар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Қазақта деген сөз бар, құда болғаның, хан болғаның дейді. Бүгін міне хандай болып, Әскербековтер әулетінің жайған керемет дастарханынан орын алып жатсыздар. Әрқашанда осындай тұғырларыңыз мықты болсын деген тілекті өздеріңізге әуелі арнаймыз. Ал енді мынау құрметті ағайын, құрметті көпшілік, біз енді қанға сіңген қасиетіміз бойынша нағыз қазақилығымызды дәлелдеп, бүгінгі керемет құдалығымызды екі әулеттің таныстығынан бастасақ, мен енді жолды әрине келіп жатқан осы жаңа құдаларымызға ұсынғалы жатырмын. Мен үнтаяғымда барайын, бір құдамыз орнынан көтеріліп, келген делегатты осы әулеттегі барша ағайындарға жақсылап таныстырып берсеңіздер дейміз қанекей. Қазақ айтады ғой, босағада тұрған жанның берекесі кетеді дейді. Сол себептен де ешқайсыңыз босағада ары-бері жүрген тоқтатайық, жайғасып болайық. Ал енді мынау құрметті әлеумет, ардақты ағайындар, қазақ айтады, екі дүниең абат болсын, қос қуанышың қабат болсын дейді. Мынау елімізде болып жатқан осындай жағдайларымызға байланысты әрине Жұмабек ағамызбенен Ақтолқын апайымыз осы құдалық тойды, әрі осындағы жастарымыздың бір керемет үйленіп, тойын қосып бір әдемі той беріп жатыр. Әрине бүгінгі қуаныш той құтты болсын дейміз. Ұлдарыңыз толымды болсын, қыздарыңыз бұрымды болсын. Бүгінгі тойды бөлісіп келген барша ағайынға бүгінгі тойымыз жұғысты жұғымды болсын дейміз ағайындар. Енді мынау құрметті әлеумет, біз енді осы керемет тойдың негізгі себепкерлері Құдай берген бауырымызбенен сымбаттай қыздарымыз болғаннан соң, жастарымызды бүгінгі тойымыздың төріне алдырмасақ, бүгінгі тойымызға сән кірмейтін секілді, осындағы баршамыздың тамағымыздан дәмді жүрмейтін секілді ағайын.
Олай болса сіздердің құрмет қошеметтеріңізбенен мен осы жастарды бүгінгі керемет тойдың төріне шақырып өздеріңізбенен жүздестіріп алсам деп жатырмын. Әлеумет жаңа осындағы Құдай берген інім айтты маған, айналайын тамада братан, қазір сіз бізді шақырған кезде тойға келген барлық ағайын орнынан бірдей тұрып, бірдей шапалақ ұрмаса әуре болмасын, мен шықпаймын деді. Сондай болмасын, ағайын баршамыз құрмет үшін, қошемет үшін әрине орнымыздан тұрайық, мойнымызда жастарға қарай бұрайық, қолымыздан келгенше барынша қаттырек қол соғып шапалағымыз ұрайық ағайын. Олай болса, ағайын бәрекелді ағайын, Құдалар бата берді, бата қабыл болсын. Мен де бір бата берейін, қолдарыңыз жайыңыздар. Енді айтады ғой мынау, енді алдында жүрген азаматтың аузы дуалы, тілегі қабыл туар деген. Біздің батамыз Құдай қабыл етер. Аумин. Құдай берсін, кен қылмасын, қайын жұртта жем қылмасын дейміз. Аумин. Тойда жолай ағайын, жақсылық билет, осы қолдарыңыздар.